Қазақтың ұлттық спорт ойындарына машықтанып алған мажар жастарды Астанаға табан тіреді. Олар дүниежүзілік көшпенділер ойындарында асық ату, тоғызқұмалақ бақтарын сынап, жүзден жүйрік шығуға үмітті. 8 студенттен жасақталған команданы жерлесіміз Жанаргүл Бақтыгерейқызы дайындаған. Будапештте тұратын қандасымыз жақында мажар қазақ мәдени ұйымын ашып, шетелдіктерге қазақтың мәдениеті мен дәстүрін кеңінен насихаттап жүр. Жастардан құралған мажарстандық командада кәсіби спортшы жоқ, бәрі әуесқой десе де, олар дүбірлі додада жеңіске жетуге үмітті. Асық ату бойынша жарысқа қатыспақпын. Атажұрттың топырағын көру үлкен бақыт. Жарыста жүлделі орынға ілігем деп ойлаймын. Себебі мен бұған жан тәніммен дайындалдым. Жүздеген жылдардан соң бабалардың ізі қалған топырақта сайысқа түсу мен үшін үлкен қуаныш. Әрине жарыстан жүлде алу басты мақсатымыз. Бәрінен де қазақ жерінде бауырларымен жүздесетін болдым.